таппай өтерім, желдей жүрік шылқынынбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерім, қазақ болып туымағанда нетерім, өкініштен өртенерім өтемін, қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерім. Ардақты жанкүйерлер, бұл найза 38 турнир. Бойы 168 сантиметр, салмағы 56-да 700. Ақтөбе, Қазақстан, қатыса салыңыздар. Еламан Утаров! Оның қатысыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой дебюті. Оның бойы 173 сантиметр, салмағы 56-да 700. Ташкент, Өзбекистан, қатыса салыңыздар. Нұрмұхаммад Адамханов! Рефери Ақтілеу Әскербайұлы. Жауынгерлер ортаға жақындаймыз. Мені мұқият тыңдаймыз. Топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер. Осылайша жекпе-жегіміз басталуға жақын. Ақтілеу Әскербайұлы тиісті нұсқауларын берді. Бүгінгі екінші айқас 57 келі салмақ дәрежесі. Асу енді жалпы өзің осы салмақ дәрежесінің тәжірибелі спортшысы ретінде жалпы жігіттердің түр сипатына қарап қандай да бір анықтама беруге болады ма? Физикалық мүмкіндіктері, техникалық мүмкіндіктері. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін тағы да өте қызықты айқастар күтіп тұр. Солардың басында жеңіл салмақтылар бастады, жеңіл салмақтылар аяқтайын деп тұрмыз оғанда. Бұны бастамас жаман емес, екеуі де енді профессионалдық спортта өз-өздерін көрсетіп жүрген жігіттермен, екеуі де тұрып төбелес өте жөн көріп, бір-бірін әзірше барлауда. Жалпы жаман емес, екеудің де алысы, стойкасы, бір-бірлерінің дистанция арақашықтықтарын сақтауы. Алдағы раундтарда белгілі болады, қаншалықты дайындықпен келгені. Әзірше енді ақтөбелік бауырымыз Ақтөбенің ортасын алып, барлық контрольді өз қолында ұстапты. Қазір енді біз Еламан Утаровтың тарапынан толыққанды бақылаудың жүзеге асып жатқандығын көрдік. Және екі бірдей соққысы қазір нысананы дәл тапты. Адамханов абыржу белгісін көрсеткен жоқ. Енді бұл соққылар бұл үшін аса бір ауыр болмаса да, мына соңғы екі соққы шындығында Нұрмұхаммад Адамхановтың жекпе-жекке құрып келген жоспарына біраз сызат түсіргендей. Өте қауіпті соққы қазір Адамханов тарапынан. Утаровтың екі бірдей соққысы тағы дәл тиді. Еламан шындығында нағыз дәлдеп ататын мерген тәрізді. Әрбір қарсыласының қорғанынан саңлау жылт етіп ашылған сәтте сол жаққа соққысын тартып үлгеруде. Бұл шындығында өте керемет. Көре алу сезімталдық. Тайминг деген нәрсе шындығында жақсы деңгейге қойылған екен бұл азаматта. Және арақашықтық өте жақсы сезінуде. Еламан Утаров дәл кез келген бір ұлтынысында жинақылық бар, нақты жоспар бар. Ал Нұрмұхаммад Адамханов қазір тізесімен қарсыласының жан жерінен бір теуіп көрді. Ойда Утаровтың дейінгі өткізген екі жеңіске жеткенін айтты. Ал үшінші айқасы қаншалықты оның пайдасына шешілер екен. Қазір алдағы раундтардың еншісіндегі дүние бұл. Дегенмен бір аяғын өзіне оңтайына, өз ыңғайына келтіріп қойып алғаннан кейін бәлкім қоса қарсыласының қолын басқысы келетін тәрізді. Утаров Адамханов әзірге жанталас үстінде. Қарсыласын қапсырақ құшақтап алған, тіпті оған еркінсіп қимылдауға мүмкіндік беретін емес, бірақ екінші аяғымен толық маңқы отырды Еламан Утаров. Енді бұл қысылтаяң тұстан Өзбекстан файтер қалай жол тауып шыға алады? Нағыз бір тулаған асаудай кеудесімен егер лақтырып тастағысы келеді қарсыласын, бірақ Утаров нағыз шабуыл болса отырған орнынан қозғалатын емес.
қанжардай тіліп түсетін нағыз шынтақпен бақталған соққылар өте қауіпті. Және сол қолымен жасаған 4 бірдей 5 бірдей соққысы қазір нысанаға дәл тиді. Мынандай қысымды Адамханов өмір көрмеген шығар. Барынша бас сауғалап қорғану үстінде. Бірақ физикалық күш қуаты жетпей жатқандай. Асу менің ойымша өзбекстандық жауынгерге. Мен айтып үлгергенше Самбишинға алып келді. Адамхановтың енді дене бітімінен ақ белгілі болып тұр ғой, оның ондай күресте қатты бір білімінің жоқты екені. Міне тоқтады, Самбишинмен аяқталды. Айтып ауыз жиғанша Еламан Утаров кәсіпқой деңгейдегі 3-ші айқасында тамаша жеңіске қол жеткізді. Уақытынан бұрын аяқталған әдіс. Бұл енді бұл сабмешін ертең Еламан Утаровтың биографиясында ұзақ уақыт есте қалады деп ойлаймын. Ал енді Нұрмұхамед Адамханов алғашқы кәсіпқой деңгейдегі жасаған қадамын жаңылыс бастады. Енді бұл азаматқа да сәттілік тілейміз.